қазақ айтпақшы, қыбыр-қыбыр, жыбыр-жыбыр бір нәрсесі болу керек адамның. Сол қыбыр-қыбырды тастап, тілмен қыбыр-қыбыр, жыбыр-жыбыр болғаннан кейін бізде ісіміз өнбей жатқан сол. Кәсіпті не деп айтады білесіздер ме? Кәсіпті парыздан кейінгі парыз деп айтады. Мысалы, жұма күні жұма намаз оқу парыз, ер адамдарға парыз жұма намаз оқу. Енді Аллах Тағала фантеширу фил арди вабтагу мин фадлилла. Жұма күні жұма намаз оқылып бітісімен жерден Құдайдың рызықтарыңды теріңдер дейді. Яғни қайтадан жұмысқа барыңдар дейді. Көрдіңіз ба? Яғни жұма күні демал демейді. Жұма күні жұма намазға бар, жұма намаздан кейін барып жұмысыңды істе дейді. Сол яғни Құдай бұйырып тұрған үшін ол да парыз болды. Сондықтан жұма парыз болатын болса, жұмадан кейінгі парыз кәсіп нан табу, еңбек ету болатын болса, парыздан кейінгі парыз деп айтады. Сол үшін міндетті түрде ардақтылар, адамда кәсіп болу керек. Мейлі еркек болсын, мейлі әйел болсын. Талабул халал, адал рызық табу, фаридатун ала кулли муслимин вал муслимат. Ер адамға да, әйел адамға парыз. Сондықтан әйел адам өз дүниесін өзі таба алады, бірақ еркек адам оған условия жасап беруге міндетті. Яғни қай жерде жұмыс істейді, коллективі қандай болады деген сияқты дұрыс жұмыс тауып беру керек. Балада диагноз болып, оған оғы алдыру керек болса. Іштегі баланы ма? Бірақ Құдайға тапсырып тәуекел етсе бола ма екен дейді. Босануға ма? Қарап көру керек, дәрігерлермен кеңесесіз, консилиумын тыңдайсыз, баланың сұрау үлкен болмау керек, баланың өмірі қатты ауру болып, мысалы жай аурулар емес, кәдімгі ауру болып, жумай, тұра алмай, сонда үлкен диагноз болып, мүсәпір болып, қиналып, сен өзің жарым-жартылы денсаулығың болмай, күйеуің тастап кеткен, немесе күйеуің көмекке мұқтаж болады ғой, беймаз күйеулер тыныш бермейтін. Өзі күйеуің солай, мына жақта кеше алдай, бір жыл бұрын тағы да бір бала туып тастағансың, енді осында үйің жоқ, квартираң жоқ, өзің қиналып жүрген кезде тағы да бала көтеріп қалып, және оған сол баланың диагнозы сондай болып, ол өзігінен өзі өмір сүре алмайтындай солай болатын болса, ол дәрігерлер соның консилиуммен келіп тұр, кәдімгі генетикалық, жай ана бүйтіп қарап қағазға емес, генетикалық дәрежеде дәлелдеген болса, онда рұқсат берген жерлер кездеседі. Солай, сондай дүние. Бірақ Алла білу керек. Эко жайлы айтасыз ба, дұрыс па, бұрыс па қалайды. Дұрыс, Эконың патуасы бар, ғалымдық, біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінің некелескен әйелі болу керек, некедегі күйеуі, екеуі егер өз табиғи жолмен көтере алмаса, онда бала көтеріп, дәрігерге жолу арқылы көтерсе болады. Бірақ тек қана екеуінің продуктысы ғана араласу керек. Ұлым 20 жыл бұрын 7 жасында қайтыс болды. Ұлыма Құран қатым арнап оқытса болады, кейбірі болмайды, ол періште дейді. Құран оқыту үшін адамның өлуі, адамның күнәһар болуы, оңбаған болуы, жақсы болуы шарт емес. Құран оқыла береді, Алланың кәламы. Ол сәби бала ма? Құран біз оқытпаймыз, неге? Өйткені біздің семьяда ешкім өлген жоқ деп күтіп отырасыз ба не? Скоро өледі, мына ауырып жүр, сол өледі, өлгеннен кейін хатым оқытамыз десе қалай болады? Құранды оқи бер, өлу не обязательно. И чистаган шарт емес. Оқи бер Құранды. Құранды аруаққа өлгенге байлама, өлікті Құранға байлама. Бір-бірімен бата қылып оқи береді. Ешқандай мәселе жоқ. Оқыта бер хатында. Аға судырғысы бар баланы мұсынша емем. Медицинада бәрі жақсы дейді, бірақ судырғысы ұстап қала береді. Қазір кішкентай жиенім реанимацияда дұға тілеп қойсаңыз, Алла жеңілдік берсін, қарындасым, Алла шипа берсін. Үлкендерге бір жерде зиратта орын алып қойған дұрыс па? Енді қоршап, 6 метр былай, 19 метр былай қоршаудың керек жоқ, бірақ міне жерде жатайын енді десе ештеңе етпейді, ода тұрған ештеңе жоқ. Бір қиғ айтып берейін сіздерге. Таң азанда бір кісі енді балалардың көңілі толмады ма, өзім жағдайым болып тұрғанда деп бір жер алып қойды өзіне. Жер алып қойған екен, бір әкесінің шешесінің қасына зираты. Содан кейін қой болай болмайды деп, оны қазып, дайындап, кәдімгі өзім ешкімге етпей деп, ақшасын өз пенсиясынан төлеп, өзі қаздырып, бір адам қабірін өзінің қаздырып, өзі дайындап, барлығын дайындап қойған екен. Содан дайын болған қабір тұр. Аптада бір рет келіп, отырып, қабырға аяғын салып, үйретіп, денесін отырады екен.
Сөнген жұмысы көп, анда бар, тірлігі бар, сөнген 2 аптада бір келетін бопты. Сон бара айына бір келеді, кесе шөптер өсіп кеткен, тағы бір келеді, сөнген жылына бір келеді. Сонда өзі ойлапты ғой, менің дайын қабіріме өзім жылына айына бір кесем, менің бала шағам вообще келмейді екен ғой деп үміт үзіпті ғой. Мәселе осыда. Сол үшін өз-өзіңе қабір дайындама демейді, өз-өзіңді қабірге дайында дейді. Қалай болып кетер екен, қалай жетеді екен. Үйде қазір ой десең жүгіріп келеді, әйелің келеді, әйелің келмесе қырып жіберетіндер отыр осы жерде. Шақырған кезде балаң безіп келу керек, келмесе келін пейілімен қуырып жіберетіндеріңіз отыр. Сонда ей свет жақ десең жағады. Тамақ әкел десең әкеледі. Су әкел десең әкеледі. Қабірде ешкім әкелмейді саған. Вот соны ойлаңыз. Барғанда көретін жер емес ол. Бана сөз ғой, барып көремін ол жаққа барып. Барғанда барып көретін ұнамаса кетіп қалмайсың жақтан. Қой, ұнамайды маған деп. Сопылық сыбызғы мен шыққан музыка тарихын айтасыз ба дейді. Мәселе оған қарамайды, мәселе сіз қандай неге қарайсыз соған қарайды. Әннің естісі бар, есері бар дейді. Үлкендер екі жастың ортасына түсе береді. Не істеуге болады? Аузын жауып тыңдау керек екен. Аузыңды жауып тұрып, үлкендер тыңдау керек, жаман болмайсың. Жер бетінде саған ақыл үйрете алатын, жер бетінде саған өй деп сөйлей алатын, жер бетінде сені орныңнан тұрғыза алатын, сен тұрған жеріңде отырғыза алатын, және сен үшін жаяу жүретін, сен үшін қаланың бір басына аяғын алып жүретін, сен үшін сені есігін жабып қойса күтіп тұра беретін жалғыз ақ адам бар. Ол ата-аналарың екеуінің. Өліп кетпейсің, іштен кетпейді, жаның шығып кетпейді. Аузыңды жауып, шыдап, сіздікі дұрыс деп айтып үйре. Жақсы боласың. Сөйлеме маған, сөйлеме. Енем сөйлемесін, жауып тастайым аузыңды. Қашанғы жабасың? Ертең сенің бала шағаң аузың жабады. Тыңда. Байың айты, қой. Күйеуің кішкене, кейбір әйелдер бар, ана күйеуіне жылап, концерт қойып, сенің мамаң менің қанымды ішті, сенің мамаң маған сөйлей береді деп, ана түнгі 2:30-да бұрап жібересін, ол барып тұрып мамасына сөйлейді. Неге сөйлей бересің мен қатыныма деп. Жақсы болады деп отырсың ба? Тиісіп шығады. Ешқашан сөйлеме. Сөйлесе, болды деп. Сен үлкендермен алыспаңдар. Сендер өздеріңмен алысыңдар. Сен күйеуіңмен жақсы болу дәретте. Болды, керек жоқ. Үлкендер сөйлесе, құп болады. Жақсы сөз. Ата-анаңның сөзін тыңдамайсың, менің сөзімді тыңдайсың. Ата-ананың сөзін көтермейсің, менің сөзімді көтересің. Құдай сені сөйтіп көзіңді ашып жатыр. Тыңда мені. Мен жаман нәрсе айтпаймын. Ата-анаң ақыр тыңдамайсың ба? Мені тыңда. Алла сөйтіп қояды сені. Ақыр үлкендер тыңдамайды дегенсің, мені тыңдайсың. Мен бәрібір айландырып сені ата-анаң алып барамын. Квартираңызды сатылған бейтіп тұрып, сізді эфирден шыға жібермесем қоймадыңыз. Ұстаз, мешітке садақа салғанда, мешіттегі контейнерге не деп салған дұрыс садақаны? Басының әйлендірі, бәле, жәле, ауру, сырқау, квартира, бәле. Что такое шайтан, дьявол? Тағы не? Все поганое деп тұрып тасыласың ба? Кейбіреулер записқа жазып жібереді. Құдайым, мен наумды бер. Құдайым деп ана жаққа походу жазып жіберетін де бар. Ақыры кетіп баратсың ғой деп. Жоқ, не болмайды. Алла тағала айтпасаң естімей ме не? Обязательно айтып, бәле, ауру, кетсін мені, ана туберкулез, муберкулез, почки, мочки, желчный каменный болезнь, бәрін пу деп оқып сал жай, кетсін. Жоқ, ондай болмайды. УЗИ, КТ, бәрін бірақ сал жіберсе шықырсын кетсін бәрі. Жоқ, ондай болмайды. Диагнозыңды қоса жазып жібермеу, ол пайда жоқ жақтан.
Алла тағала білет, саған не керек екен. Алла маған мені қорғыма де. Ең жақсы дұғаны үйретейін ба? Арабша қысқа, пайғамбар саллаллаху жақсы көрген. Ең қысқа. Аллахумма ардыни варда анни. Алла, сен маған разы бол, мен саған разы болайын. Ең жақсы сөз. Мен разы болайын құдайым саған, сен де маған разы бол. Жақсы? Қызыма не жасауға болады? Мені ұрады, ұрсады, шапшиды. Охо, поздно уже. Қазір енді мейірімдік жеңеді. Үндемеңіз. Қазақ айтады, үндемеген үйдей бәледен құтылады дейді. Құдайға жалыныңыз. Мынандай қида бар. Балаң кішкентай кезде Құдайды балаң айтпасаң, балаң өсіп кеткен кезде, сен ұрып шапшыған кезде Құдайға балаңды айтасың. Қайталаймын. Балаң кішкентай кезде Құдайға кішкентай баланы айтпасаң, бала өскен кезде Құдайға балаңды айтасың. Бұл қағида. Енді қазір тек қана мейірім. Жақсы сөз сөйлеңіз. Енді өзі мама болады, өзі өсет, өзі басына тиет, сол кезде түсінесіз. Бірақ сол кезде сіздер болсаңыздар жақсы. Әйтеуір бір түсіндім, мама кешірші дегенді құлағыңмен естігенге жетпейді. Сол үшін айтамыз ғой. Ең жетінің мамаңа Құран оқығанда жақсы ғой, бірақ мамаңа тірі кезінде әлемнің жарығын сыйладың сен маған, өмірдің бар гүлін, даланың әр гүлін жинадың сен маған деп соны айтып беріңіздер. Құраннан артық қуанады. Құраннан артық қуанады. Жылы сөзді сөйлеп беріңіздер. Шашығаған жоқ. Сен үшін өмір сүргісі келді. Сенің бір қуанышыңды көрді. Сенің бір кішкентай қуанышың оны өмірдің бақытына жеткізді. Сенің бұтыңа жіберіп шық қойғаның өмірдің бүкіл қайғысын айландырды. Сенімен жылауға дайын болды. Сенімен қуануға дайын болды. Жер бетіндегі единственный переводчик керек емес адам. Қыңқ дегеннен түсінеді. Не керек екен? Мысалы, кейбір тілде оқисың, түсіне алмайсың. Ана деген Құдай түсіндіріп қойған переводчик. Алла жүрегіне салып қойған переводчик. Қыңқ дегенде түсінеді. Біз ұйықтағанда бомба түссе оянбауымыз мүмкін қатты ұйқыда, бірақ баланың ыңқ еткеніне секіріп оянатын жалғыз ақ адам бар жер бетінде. Әкелер ойламай оянбайды. Әкелер айтады, ана кон қалып кетші, баршы дейді. Емішші дейді. Солай. Үнемі қорқыныш үрей басады, қалай арылуға болады? Дем салдыру керек. Енем баларға жаман деп тағы да басқа да жаман сөздер айтып ұрсады, не істеуге болады дейді. Үлкен кісімен ерегіспеңіз, айтпаңыз, ештеңе демейді. Балаларыңызды тәрбиелей беріңіз, балалар өзі тауып біліп алады. Менің сізге сұрағым, операциядан кейін ғұсыл дәрет алмай намаз оқып мешітке баруға бола ма дейді. Егер операцияның алдында ғұсылыңыз бар болған болса, онда ғұсыл алудың қажет жоқ. Ал енді дәрет мәселесінде дәретсіз мешітке кіруге бола ма? Болады, кіруге болады. Дәретсіз намаз оқуға болмайды. Егер сізге дәрігер суға жолама десе, онда таяммуммен оқи бересіз. Мешітке кіріп шығуда проблема жоқ. Олдың атын Жабраил деп қойса бола ма? Болады. Бірақ кішкене ақылдасып, ағайынның ішіне қойған жақсы болады, рұқсат сұрап дегендей. Ашу үстінде мысықты ит өлтіріп қойса дейді. Иттің ашуланып, нервный ит ғой. Нервный ит мысықты өлтіріп қойса, мен емес, үлкендеу әжей сұрап еді, тауықтарын жеп қойған дейді. Кімді өлтірді Құдай-ау? Мысықтан кешірім сұрамайды, мысықта кешірім сұрамайды. Мысықты ол үшін өлтіруге болмайды, итқа талатуға болмайды. Мысалы, мысық виноват болса, итпенен ол үшін алуға болмайды. Ит виноват болса, мысыққа бетін тырнатуға болмайды. Егер екеуі жабылып жеп қойған болса тауықтарды, онда оларға жақсылық тілемейміз. Мысық егер зиянды қалып келетін болса, онда жаңа мысық ит, онда оларды мысалы көршінің тауығын жейді, ертең сенің тауығыңды жейтін болса, онда ататындарға атқызуға болады. Бірақ қырылып сап, қазір зеленыйлар, гринпейстер көп, бәріміз атып самасын. Зиянды болса. Аға, сентябрьде Астанада боласыз ба, сізге барайын деп едік. Сентябрьге аман-есен жетейік. Сізге неке қидыру үшін қайдаға барасыз керек дейді. Мешітке?
моншада ғұсыл алуға бола ма дейді. Енді қаяқтан аласың, Құдай-ау? Моншада алса болады. Моншада алады өзі. Енді ғұсыл құлшылық, баняда адам баласы жаңағы, енді жалаңаш жүреді дегенде сияқты түсінік шығар, енді жоқ, ештеңе кетпейді, ала бересіз. Қызым жақында шашы қалың болып тұрады дейді. 40 шығарғанда арамдап кішкене алса бола ма, әлде бәрін алған дұрыс па? Жоқ, қыздығын өзіңіз шешесіз, аздан қысқартып қойса болады. Енді 40-ына жеткізбей алсаңыз да болады. Аға, ризық несібе мол болу үшін қандай дұға керек? Пайғамбарымыз саллаллаху дұға қылған, бірақ ризықтың молдығынан емес. Ақша көп болған сайын ол берекесі болмайды. Ақша аз болуы мүмкін, берекелі болуы мүмкін. Сен Құдайдан ақшаның берекесін сұра, көптігін емес. Ақшасы көптер бақытты ма қазір? Көбі бақытты емес. Ақша белгілі бір цифрға жеткен кезде адамға бақыт әкелмейді. Уже ол қуаныш әкелмейді. Как цифр болып қала береді, көбейе береді болды. Содан кейін соның артында кете береді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи дұға қылған берекелі дұғалар бар. Соларды оқып жүріңіз. Мұсылман қорған деген кітап бар, сөйле бар. Қайтарма чилля ясин не үшін оқытылады, қанша рет оқу керек дейді. Чилля ясинді себебі адамның қатты қорқынышы кетпегенде, қатты үрей алғанда бойын билегенде, сиқыр, көз тию, сүйек өткенде оқыла береді. Нұрлан аға, детский онкологияға келе аласыз ба? Ата-аналарға рухани қолдау керек еді. Барам, сөзсіз барам.